Бүгін 30 күндік челленджімнің екінші күні. Кешегі күн қиын болғанымен, бүгінгі күн өте оңай басталды. Ұйқыдан жақсы тұрдым, даже ерте тұрдым будильниктен. Тез далаға шығып, қазір тренировкаларын бәрін бітіріп тастадым. Сағат 7-ге 15 минут па 20 минуттай қалды где-то. Енді айтайын дегем, осындай челленджде 4 басты қағида бар. Біріншісі ол тұрақтылық, яғни сен постоянство жасау керексің, ерінбеу керексің. Өзіңе цель қойғаннан кейін сол цельге жету үшін күнде тұрып еңбек жасау керексің. Екіншісі кішкентай қадам. Бірден қиын упражнениеден бастамай, кішкентайдан жасау керек. Мен өзім 4 упражнениеге қазір аса мән беріп жатырмын. Ол менің ішімдегі майдың кетуіне көп көмегін тиеді деп ойлаймын. Үшіншісі ол өзіммен бәсекелес болу, яғни өзіммен күресу. Сенің нәпсің сені таңертең ұйқыдан оятпайды. Саған тұрма, ұйықта деп айту мүмкін. Ерінесің, жалқау боласың, бірақ солармен күресу керек, соны жеңу керек. Төртіншісі сылтау жоқ, яғни ешқандай сылтау қолданбау керексің. Бүгін күн жаңбырлы, ауырып тұрмын, шаршап тұрмын, кеш жатып едім деген сияқты. Ол сенің өзің проблемаң, сен өзің бастау керексің. Және осы тренировка жасап жатқан кезде бәрі қарайды, адамдардың бәрі қасына өтіп жатқан, мынау не істеп жатыр, тем более камерамен тұрғасын. Ондай адамдарға мән бермейміз. Бұл ең басты результат біз үшін керек. Сондықтан дальше жұмыс жасаймыз. Ал енді үшінші күнде кездескенше.